Қайырлы күн баршаңызға, мен арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Сандуғаш. Сіздермен мінекей бүгін осындай қытырлақ бір жасағанда ыстық күйінде жеп қоятын ерекше дәмді қаттама дайындайтын боламыз. Мен арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Ал ендеше ыдысымызға ыстық суымызды және сұйық май, аздап тұзымызды қосып, араластырып, ұнымызды да салып, жақсылап қаттылау қамырымызды елеп алатын боламыз. Кішкене қаттылау болады. Кішкене қаттылау болғаны дұрыс, суымыздың да ыстық болғаны дұрыс болады. Мінекей осындай қамырымызды елеп, дайындап, бетін жауып қалдыратын боламыз. Сондай эластичный, әдемі, тығыздығы қатты да емес, жұмсақ та емес, орташа тығыздықта осындай қамырымыз дайын болады. Бетін пленкамен жауып, біраз уақытқа тынғанша қалдырамыз. Мінекей тынып дайын болған қамырымызды енді жайып алатын боламыз. Жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Мінекей қолымыздың көмегімен осылай жұқартып жайып алатын боламыз. Жайып болған соң енді біз арасына жағатын майымызды дайындайтын боламыз. Мен үйде өзім арнайы дайындап қойған іш май, тоң май, неше түрлі майларды ертіп осылай дайындап қойған. Осыдан жарты бөлігін және магазиндегі сары майдың жартысын қосып, екеуін араластырып, мінекей арасына жағып жатырмын. Өте ерекше дәмді болып шығады екен. Егер үйіңізде сондай сақтап қойған майларыңыз болса, онда да жағып алсаңыздар болады. Мінекей майымызды жағып, орап, дайындап, пленкаға салып, холодильникте біраз уақытқа қалдыратын боламыз, арасындағы майы қатқанша, және өзіңізге қажетті көлемде осылай кесіп, дөңгелек пішінге келтіріп алатын боламыз. Менде 4-5 штуктай қаттама шыққан болатын. Мінекей енді қаттамаларымызды осылай жайып алатын боламыз. Менің табам кішірек болған соң, осылай кішірек етіп дайындап алдым. Табамызға майымызды құйып, қыздырып, қызып тұрған майдың үстіне мінекей қаттамаларымызды салатын боламыз. Майды көп те аз да құймау керек. Сол қаттама батпастай етіп аздап майымызды құйып аламыз. Әр қаттама сайын осылай майымызды құйып отырып пісіретін боламыз. Екі беті толықтай қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей осындай қып-қызыл әдемі қаттамаларымыз. Ең бастысы осындай қытырлақ қаттамалар маған өте қатты ұнайды. Егер сізге де осындай қытырлақ қаттамалар ұнайтын болса, осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецептермен бөлісіп отыратын боламын. Каналымнан да көптеген түрлі тәтті тағамдардың, сусындардың рецептілерін таба аласыздар. Бұрынғы кезде әжелеріміз осылай қолмен қалған ұнтақты теріп тұрып жейтін болған, тура осындай қаттама болып шығады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Сандуғаш.